Маңғыстауда экология департаменті Қаратұрын кен орнындағы ұңғыманың жану фактісі бойынша Бозашы мұнай компаниясына қатысты жоспардан тыс тексеруді аяқтады. 2023 жылға 9 маусымда нөмірі 303 ұңғымада бұрғылау құбырын көтеру кезінде өрт шығып, апат 200 күнге созылды. Экология департаментінің мамандары атмосфераның ластану деңгейін бірнеше рет тексерген. Нәтижесінде ауада метанның шамадан тыс мөлшері анықталды. Ауа тараған метанның көлемі 480 есе артқан. Ұңғымадағы өрт 2023 жылдың 25 желтоқсанында сөндірілді. Оның үстіне Бозашы мұнай мекемесі бұрғылауды 2024 жылы бастауы керек болғанымен, мекеме 2023 жылдың мамырында істі бастап кеткен. Қазіргі таңда 4 хаттама толтырылды. Яғни 4 хаттаманың қорытындысы жаңағы 350 миллион теңге болжайды. Сонымен қатар бұл мекемеге жаңағы ремедиация бағдарламасы бойынша сол жердің қалпына келтіру шығынын жаңағы 200 миллион теңге құрап отыр.